Баршаңызға сәлем. Әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Сол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ал бүгін сіздермен тауық еті және көкөністер қосылған запеканка дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм тауық еті қажет болады. Оны осылайынан торап жуып аламыз да, қыздырылған майда 5 минут қуырамыз. Сөйтіп бір дана пиязды алып, майдалап торап, тоже қызарғанша қуырып аламыз. Теркадан, яғни үккіштен 2 сәбізімізді және 2 қызылшаны өткізіп аламыз. Үлкенірек 5 дана картошканы осылайынан жұқа етіп торап алу қажет. Қуырып алған тауық етін духовканы ыдысына осылайынан жайып, тегістеп шығамыз. Бетіне тұз сеуіп, картошканы осылай қатарынан жайып шығуымыз қажет. Картоптың бетіне тұз сеуіп, майонезді жағып шығамыз. Оның бетіне сәбізімізді жайып шығамыз. Бетіне тұз сеуіп, тағы да майонез жағамыз. Қызылшаны салып, бетіне тұз сеуіп, майонезді жағамыз. Сөйтіп қайттан картопты салып, осылайынан рет-ретімен әр слой сайын тұз бен майонезді жағып отырамыз. Осылайынан көкөністеріміз біткенше қайталап шығамыз. Көкөністерді салып болғаннан кейін үстіне 150 немесе 200 мг су қойып, бетін фольгамен жауып, духовкада 60 минут пісіру қажет. Рецепт ұнаған болса, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.